Мен Қуанышбай Ермек Байжанұлы, Алға Қазақстан бастамашы тобының мүшесі, партияның жетекшісі Марат Жыланбаев 7 жылға қамалған. Сол жайында айтып өткім келіп отыр. Марат Жыланбаев билікке өз құқығын пайдалана отырып, беттеріне сызғырып тұрып, өздерінің кемшіліктерін айтқаны үшін бекітілді, жаңағы түрмеге бекітілді. Ол түрмеде өзінің құқын пайдаланып, өзіне спортсмен болған үшін оған жүгіру керек, шахмат ойнау керек бола ма, кітап оқу керек бола ма, осындай құқықтарын талап еткен үшін тағы да ол түрменің ішінде дегіп түрменің қызметкерлерінің тарапынан қысым көріліп отыр. Ол Марат Жыланбаев 19 мәрте аштық жариялап отыр. Бұл аштық деген мәселе, бұл басқа өзінің талабын орындайтын басқа мәселе қалмаған кезде аштыққа жариялау керек. Болмаса өзін өзі атып өлтіру керек. Оны сол соңғы несін пайдаланып отыр. Өз аштық жариялап отыр. 19 мәрте аштық жариялаған екен. Қазір сол аштықтың несінен салмағы 45 килоға дейін төмесіп кеткен. Өзінің салмағы 68 килограмм болған екен. Ол енді критический айтады, жаңағы критический линия деп айта ма? Одан артыққа болмайды. Өзі жүрек көтере алмауы мүмкін да. Осындай жағдайға келтіріп отқан Назарбаев пен Тоқаевтың жүйесі биліктен кетуі керек. Осындай шындықты айтқан, бәріміздің айтамайтын әңгімемізді сол айтып жүрген Жыланбаев сияқты өжет кісілер биліктің басына отыру керек. Бұлардың орындары ауысып кеткен. Тоқаев пен Назарбаев түрмеде отыру керек. Міне шындықты айтқан жігіттер, Дума Мұхаммед-Кәрім, осы Жыланбаев сияқты, Әйгерім Тілеужан сияқты ұл қыздарымыз биліктің басына келу керек. Алға Қазақстан